Күйеуіміз екеуміз 4 жыл жүріп бас қостық. Оқыған, көзі ашық, тәрбиелі отбасынан шыққан күйеуім мінезі де жаман емес. Жайлы болып жолықты. Мен келін болып түскенімде екі қайнапкем тұрмысқа шығып кеткен екен. Ол кезде қайнағам үйленбеген. Бір қайынінім мектепте оқитын. Күйеуім үйленемін дегенде ата-анасы ағаңа қара, сол үйленсін демей, жолын бөгемейік деп дүркіретіп тұрып, той жасап басымызды қосты. Атам да, енем де жайлы. Артық ауыз сөздері жоқ, жақсы адамдар. Анамның құттайымнан құлағыма құйған өнегесін бұл жерде менде ұмытқан жоқпын. Барынша ізеттілік көрсетіп, ата-енеме бар жағдайын жасап қарадым. Олар да айналайын деп еркелетіп, өз қыздарындай қабылдады. Қайнапкелерім де жақсы қызметте. Жақсы мен жаманды ажырата білетін көрегенді жандар. Өзің жақсы болсаң, бір кісілік орын қайда болса да табылады екен. Ол үйге тез сіңісіп кеттім. Құрбыларым сияқты үйрене алмай жатырмын деп жылаған жоқпын. Әсіресе енем бір жаққа шықса, саған алып келіп едім деп үйге сыйлығын арқалай жетеді. Әке-шешем үйге қонаққа келгенде, қыздарыңызды жақсы тәрбиелепсіздер, көргенді келін алған менде арман жоқ деп үнем айтып отыратын. Оған мен төбем көкке жететіндей болатынмын. Ортаншы баласынан, яғни менен бақтары жанғанымен ата-енем үлкен келіндерін түсіргенде ойбайлады да қалды. Қайнағам сөзге сараң, бір тоға сабырлы, жап-жақсы жігіт, бірақ әйелден бағы жанбады. Тұңғышымыз дүниеге келген соң, 2 жылдан кейін қайнағам үйленетін болды. Қыздың әкесі бір мекеменің директоры. Қысқасы бай, бақуатты екен. Барымызды салып тойға дайындалдық. Алдын тәтті шәйіне барып келгенде енем бір түрлі қабағына қар жауып оралды. Енеммен құрбым сияқты сырласамын ғой. Шәйін қойып, баптап құйып отырмын. Әңгімені өзі бастасын деп. Ішінде сыр сақтамайтын енем маған бәрін айтып салды. Қыз тым шошақай, ерке, тәрбиесі кемдеу ме, қысқасы енеме мүлдем ұнамаған сияқты. Бет жағын ұлына айтып еді, ол соған ғана үйленемін деп отырып алды. Сонымен біраз жыл сүр бойдақ болып сүрленіп кеткен баласының бағын байламайық деп, ата-енем той қамына кірісті. Келін де түсті. Абысыным расында бір көргенде маған да ұнамады. Тік бақай, үлкен кіші екен демей айтып салатын. Тым өр көкірек көрінді. Бір жағынан бар жердің қызы болған соң солай шығар дедік те қойдық. Қонаққа келген бір үлкен кісі, жоқ одан емес, мына қыз көргенсіздігі, тәрбиесіздігі басымдау екен деп енеме айтып кетіпті. Үлкен келін түскен соң енем бізді қанша қимаса да еншімізді беріп бөлек шығарды. Атамыздың шешімі солай болыпты. Баламды бақшаға беріп, бұл кезде мен де жұмысқа шыққанмын. Демалыс күндеріміз бірақ үлкен үйде өтетін. Немересін алып барғанда ата-енем мәз болып қалады. Абысыныма сәлем салсам, ернін жыбырлатуды да білмейді. Бір жолы старомодная колхоз деп жатқанын естіп қалдым. Содан кейін сәлем салмайтын болдым. Ернімді жыбырлатып сәлемдескеннің ырымын жасаймын да қоя салатын болдым. Келін болып түскеніне 1 ай болмай жатып, абысынымның сыры шығып қалыпты. Үй іші қашан барсаң қоқынап жатады. Ыдыс аяқ жуылмаған, айнала шаң тозаң. Банкте жұмыс істейтін ол өзін жоғары санай ма, әлде санасының жеткен жері сол ма, үйдегілерді адам екен деп көз келмейтін сияқты. Енем бөлек отырғанымызда баяғы күнімізге зар болып қалдық қой. Кей күндері тамақ та істемейді, аш жатамыз. Мына шалдан обал деп тамақты мен істеп қоямын. Оны жұмыстан келіп ішеді де, тым болмаса ыдысты да жумайды ғой шіркін деп, келініне қапалығын жеткізді. Абысынымның жыры мұнымен бітпепті. Ата-енемді бұлай қойғанда, тіпті күйеуінен де сұранбай, түнгі клубқа кетіп қалатынды шығарыпты. Қайнағам момын байқұс әйеліне әлі келмейтін бесенеден белгілі емес пе? Құрбыларымен қосылып, түнімен қыдыратыны өз алдына бір жыр.
Енем бір-екі рет ескерту жасаған екен. Жұмысың болмасын қақпас депті. Мына сөзді естіп, енем құлап қала жаздапты. Қан қысым көтеріліп кетіп, жедел жәрдем шақырып, үйдің іші абыр-сабыр болып жатқанда, бөлмесінен шықпай қойған келіннен енем мүлдем түңілсе керек. Бұл жолы барғанымда енем баламның басын қор қылған қақпастан құтылар ма екенбіз деп жылап отыр. Енемді аяп кеттім. Бірақ қолымнан келер қайран бар ма? Бұдан да сұмдығы бар екен. Бір жолы күйеуім жолдас жораларымен түнгі клубқа барғанында жеңгесін көріп қалыпты. Араққа сылқия тойып алыпты, және басқа еркектің жанында құшағында отыр екен. Ал күйеуімнің жолдастары, мына түнгі көбелекті танисың ба деген ғой. Жеңгем деп айтуға намыстанып, күйеуім үйге түтігіп келді. Ертесіне ашуланып ағасына барын жайып айтып салды. Қайнағамның момындығын біліп тиген екен ғой сөйтсек. Мұны естіген енем қойсын ба? Қайнағамды ортаға алып, ақыры абысынымнан арашалап алды. Қайнағамның қыз деп алғаны осылайша жаман аты шыққан жүргіш екен.